Ал қайырлы таң. Бізде сағат 7-ден 12 кетті. Бүгінгі влог Кореяға келіп жұмыс жасайым деген адамдарға және де Кореяда жүрген адамдарға өзімнің жалпы жұмысымнан үзінділерді, бір күндік жұмысымды былай айтқанда тағы да бір влог қылып шығарып сіздерге көрсетпекшімін. Мен қазір ғана Инчон деген қаладан келдім. Қазір Гимпо деген бір район, тоже қала. Осы жаққа келдім, енді осы жақтың самошеліне келіп жүрмін. Осы жақтан жұмыс береді, сонымен ары қарай кетесің жұмысқа. Жолдың өзіне бір жарым сағаттай уақыт кетіп қалады. Бері келгенің, жұмысқа барғаныңа бір жарым сағат, қайтқаныңа да бір жарым сағаттай уақыт кетеді. Жұмыс жасаған уақытың бар, сонымен барлығы бір 11 сағатқа, 12 сағатқа созылады ғой былай айтқанда. Қазір енді мен өзімнің жұмысқа алып баратын көлігімді күтіп тұрмын, Саджанымды. Енді ол кісімен кеше ғана шықтым мен жұмысқа. Енді бүгінге тағы бар деді. Кеше бізде сенбі, яғни суббота болған. Енді осы жерде тұрмын. Мына айналамнандай. Әлбір былай айтқанда қатты жарық бола қойған жоқ дала. Егер сіздерге Кореядағы қазақтардың бір күндік жұмысы, өмірі қалай өтеді деген бір сұрақ болып қызық болатын болса, видеоны соңына дейін қараңыздар, көріңіздер. Дәл осы дүкеннен біз көбінесе жаңағы азанда келгенде, кешкісін жұмыстан келгенде жаңағыдай тамағымызды, суымызды алып осы жерден жейміз. Көбісі сұрайды негізінде, осы жұмысқа қаншада шығасыңдар, болмаса қалай табасыңдар жұмысты деген сияқты. Енді жаңадан келіп жатқан адамдардың сұрағы көп қой. Осындай самошел деген нәрсе болады, офистер. Жұмыс беретін орталық бұл айтқанда. Жан-жақтағы заводтармен, жаңа стройка, жұмыстың барлық саджандармен, бастықтармен сөйлесіп тікелей сол жақ адам шақырса, осы жақтан адам жібереді. Және де олардың жаңағыдай постоянно шығатын адамдар болады. Мысалы, мен күнделікті келіп, мен сізден постоянно шығам деп отырып, күнделікті келіп отсаңыз, уже бұл жақта постоянчик адам боласыз да, жұмыс жасайтын. Және сізге жұмысты да жоқ кезде де тауып беруге болар тырысады. Бұл айтқанда сеніміне кіру керек та. Бір күнде шығып, екінші күні басқа самошелге шықсаңыз, ол кезде жұмыс берулер қиын. Жаңадан кеп тұрсыз, сізге сенім кіремейді да онша. Көбісі негізінде ертерек келеді. Бүгін енді воскресенье, демалыс күні, бәрі демалып жатыр. Воскресеньеде менде жұмыс болып тұр. Бүгін самошел істемейді, далада деп жаурап тұрмын енді. Қазір көрейік қанша уақытта келетін. 7:30 болды дейді әйтеуір маған. Енді негізінде самошелге ертерек келген дұрыс, барынша. Енді қазір қыстың күні болса да сағат 5:40, 5:50-6-дан отыратын адамдар бар да. Сағат 8:30-ға дейін, 8:40-қа дейін отыруға болады, өйткені максимум жұмыстары 9-да басталады. Мүмкін кейбіреулері ғана бір 10-да басталып қалуы мүмкін ше. Сондай жұмыстарға ілігіп қалмасаңыз, абылай ертерек сағат 6-тан бастап 8:30, 8:40-қа дейін отыруларыңыз мүмкін. Мен Саджан келді. 안녕하세요, 사장님. 주행하세요. жұмыстың алдына келдік. Жабық тұр. Қазір адамдар келеді. Күтіп отырмыз. Саджан екенбіз. Мындай машиналар бар. Жоғары қарай көтерілетін типа сатының орнына пайдаланады. Саджан жораққа ма деп мынандай жылытатын пеш әкеп берді. Ана тұрған жаңа машинамен жүрмін. Төбесіндегі барлық силикондардың барлығын кесіп, жұлып, кофе тайм. Жұмысымыздың біразын бітіріп, енді обедке қарай кетіп барадырмыз. Обедке барып, обед ішіп аламыз да. Қайттан кеп, қайттан орамыз, короче, жұмысты. Кореяға келсеңіздер, міндетті түрде асханасының барлығында су қояды осындай. Тамақ берсе де жәнде су болады да. Сонысы жақсы, су тегін. Ананда жерде де, ана судың несі тұр. Су алатын жерде. Барып, ыстық болса ыстық, мұздай болса мұздайын алып ше беруге болады.
сосын андай столдың анда жағынан андай істеп қойды бұлар. Обязательно сурма, салфетка, қасық, таяқшалары, короче. И сосын андай жаман киіммен келіп отыра береді да, мен сияқты міне жұмыс киіммен келіп, шаң тозаң болып келіп отырып тамақ жей береді. И қол жуу деген әңгіме жоқ бұл жақта. Келеді, кіреді, сразу тамақ бастап кетеді ғой, короче. Біз мысалы қол жуамыз, мен өзім қол жуатын жер таппай қаламын, кейде андай влажный салфеткалар болады, андай жерде ше. Сол жерден алып бүйтіп қол сүртіп алуға болады. Қандай ресторанға барсаңыздар да тамақтан осындай күріш береді, қызыл, ағын береді кәдімгі. Бұл күріштері біздің типа нан сияқты ғой. Бұл жақта нан қойылмайды ортаға, бірақ күріш беріледі. Мен туралы бір нәрсе айтып жатыр. Түсініп алайын. Дәл осындай тамақ болады менікі де, дәу кеседе бітіре алмай кетесің деген тамақтарын ше. Порциялар көп болады. Енді бұл кісілерде қазір шошқаның етімен ба, бірдеңемен. Ішінде ет жоқ, вообще бөлек істеткен тамақ. Теңіз балықтары, сегіз аяқ, бірдеңе сондай. Тәтті тамақтары. Риза болдым. Ошаға еп жеп тұру керек екен. До конца жамадым тамақтарын. Тойып кеттім. Тойсам да аналар манимаға дейді. Ой, короче, көбірек же дейді. Сол аналарға түрлеріне қарап тұрып, ұялғаннан жей бересің ғой. Тойып кеттім деген сөзді білмеймін просто андай. Қайтып айтылатын мен. Лучше сөйлегенше жей берейші деп жей бересің ғой. Мына келдік. Қайттан Самушелдің алдына. Жабық, магазинде ашылмапты, білмеймін. Енді қазір біздің қалаға қайтатын водитель сағат 5-те жұмыстан шығам дейді. Сонымен енді біраз күту керек болып тұр, 1 сағаттай. Біз бүгін ертерек бітіріп, ертерек қайттық. Білмеймін, неғып екен ертерек қайтарды. Сосын сұр жемпір жаңағы толстовка киіп жүрем ғой. Сосын Саджан маған бер жер ең алып кетті. Осыны кеше бірінші күні барғанда берген ғой, үстін кіріп қалмасын жылы жүрір деп ше. Сонымен енді бүгін тағы кидім да, сонымен сап жүріп киіп тастайсың деп. Қазір бір жылынатын бір магазин тауып алайын. Ранген атырып жылынып алайын. Қала суық деген. Жалпы бүгінгі күнімнің барлығын демесем де, барынша сіздерге анығырақ, түсініктірек қылып жеткізуге тырыстым. Осы влогты көріп отқан жандар, Кореяға келгісі кеп жатқан жандар, осы влогты қарап бір өздеріңізге керектісін түйіп аларсыз деген ойдамын. Ал ендеше көп рахмет. Бүгіндікке осы сіздермен бірге болған мен Бай Абдулла.